Серхат Зейнепке Кадерден айырылып қалмас үшін ажырасуды ұсынады. Бірақ Зейнеп Серхатты сүйетінін айтып, Кадер үшін де, махаббаттары үшін де соңына дейін күресетінін жеткізеді. Кейін ол Берраққа да Серхатты тастамайтынын айтып, оны жаман әйел және нашар ана деп айыптайды, тіпті Тибеттің өліміне қатысы барын есіне салады. Үйге келген Серхат анасының Беррақ пен Жиханның суреттерін жыртып отырғанын көреді. Сейвим Кадердің бұл үйге келуін қаламайтынын айтып, қыз өскенде Беррақ пен Жиханның масқарасын қалай түсіндіресің деп ұлын ойландырады. Сол кезде Серхат олардың бұрыннан көңілдес болғанын есіне түсіреді. Жан мен Серхат Нежатқа қарсы бірігеді. Жан Нежаттың үйіне келіп күмәнді конвертті көреді. Нежат оның қызығушылығын байқап, бұл бүкіл Тежер отбасы үшін үлкен тосынсый болатынын айтып, жақында бәрін білесің дейді. Кейін ол Жанға заңсыз тауарлар келетінін айтып, бірге жұмыс істеуді ұсынады. Бірақ Жан бұрын түрмеде болғанын еске алып, енді қателік жасағысы келмейтінін айтып бас тартады. Нежат болса оны тыныштандырып, көп ақша табатынын айтып көндіреді. Ал Азра қорқынышты түс көреді. Түсінде Жиханның аяғынан тұрғанын, және оған сен мені жеңе алмайсың деп айтқанда, Азра шошып оянады. Бұл уақытта Жихан аяғының қимылдай бастағанын байқайды. Кейін Азра оның бөлмесіне келіп, Жиханның аяғын тексеру үшін ағашпен ұрып көреді. Бірақ Жихан ашуланып, ештеңе сезбейтінін айтып, аяғының қалпына келе бастағанын Азрадан жасырады. Серхат Зейнепке салоннан жаңа көлік сыйлап, екеуінің қарым-қатынасы жақсара түседі. Ариф Мұстафаның Тибеттен алған қарызын төлеу үшін Берраққа қарыз ақшасын алып келеді. Беррақ оған қарызды Серхат әлдеқашан төлеп қойғанын айтады. Ашуланған Ариф үйіне келіп, Гамзе мен Нұрайдың көзінше Мұстафаға қарыз туралы айтпағанын айтып ашуланады. Сол кезде Гамзе Мұстафаны жақтап, оның намысын жоғары қойып, тынымсыз жұмыс істейтінін айтып, сабырға шақырады. Адвокаттар Серхат пен Зейнепке сотта Беррақты жеңуге мүмкіндіктері бар екенін түсіндіреді. Судья Кадерден кіммен тұрғысы келетінін сұрайтынын, ал Илким мен Хаял куәлік берсе, олардың мүмкіндігі күшейетінін айтады. Бірақ Зейнеп қыздардың өз аналарына қарсы куәлік бергенін қаламайды. Адвокаттар Кадердің әкесінде куәгер ретінде қолдануды ұсынады. Алайда Серхат Жиханға қатысты шындықтың ашылуын қаламай, бұл ұсыныстан бас тартады. Осы кезде Жан Серхатқа хабарласып, Нежаттың заңсыз істері мен күмәнді конверт туралы айтады. Серхат оған бұл туралы полицияға хабар беруді тапсырады. Седеф құрбысынан Беррақтың оны құрбылар ортасынан шығарып тастағанын естіп, іштей кек сақтайды. Ол Зейнепке Беррақтың оларға көп зиян келтіргенін айтып, бірге кек алуды ұсынады. Зейнеп бас тартып кетіп қалады. Седеф Беррақтың анасы казинода ойнайтынын біліп, полицияға шағымданады. Жан Пелинге ештеңе білдірмей, онымен қарым-қатынасын жалғастырады. Пелин оны түскі асқа шақырғанда, Жан олардың таныстығы кездейсоқ емес екенін меңзейді. Пелин ыңғайсызданғанда, Жан сөзін әзілге бұрып, бәрін тағдырдың кездесуі болар дейді. Тулай мен күйеуі Беррақтың ішімдік ішіп жүргенін бейнежазбаға түсіріп ақшалуды жоспарлайды. Сол кезде қастарына Гамзе келіп, Тулайға Мұстафа туралы өсек таратып жүрсің деп айыптайды. Екеуі шаш жұлысып төбелесіп жатқанда, Мұстафа келіп ажыратады. Серхат психологқа барып, ішкі уайыммен бөліседі. Барлық қиындыққа қарамастан, ол Кадерді асырап алғысы келетінін айтады. Нежат Эбрумен кездесіп, іс-шара ұйымдастыратын компанияны басқаруды ұсынады. Алғашында Эбру отбасын қарсы болады деп бас тартқанымен, Нежат оны көндіріп, жұмысқа алады. Эбру оған бұрынғы таныстарының бірі қылмыстың құрбаны болғанын, ал қылмыскердің түрмеден шыққанын айтып, қорқатынын жеткізеді. Нежат оған көмектесетінін айтып, қылмыскердің есімін жазып беруін сұрайды. Эбру оған сеніп, қылмыскердің есімін жазып береді. Ал Нежат бұл мәселені шешуді Пелинге тапсырады. Зейнеп өткен өміріне байланысты қорқынышты түс көріп, түнде Серхаттың қасына барып ұйықтайды. Таңертең Серхаттың бөлмесінен білдіртпей шықпақ болғанда, Севим байқап қояды. Гамзе Мұстафа арқылы таджирлерге жақындауды ойлап, бай өмір сүргісі келеді. Ол Мұстафаны үйіне шақырып, перде ілуге көмектесуін сұрайды. Кейін анасы мен көрші елдердің келе жатқанын көріп, әдейі Мұстафаны өзіне тартып екеуі диванға құлайды. Үйге кірген анасы мен көрші әйелдер Мұстафаның Гамзенің үстінде жатқанын көріп шошып кетеді. Мұстафа ештеңе болмағанын айтып үйден шығып кетеді. Гамзе болса жоспарының іске асқанына қуанады. Осы уақытта Нежат Жиханға хабарласып, Жанның заңсыз істерге келіскенін және тауарды жеткізу сенбі күні болатынын айтады. Бірақ Жихан бәрібір Жанға сенбей, Серхатпен бірігіп алдап жүргеніне күмәнданады. Ал Азра Жиханды қинауын жалғастырады. Ол Жиханның жасырған телефонын тауып алып, бірден Серхатқа хабар береді.
Серхат Жиханның әлі де Нижатпен байланыста екенін түсініп, телефонын алып қояды. Гамзе Рафикаға келіп, көршілерінің Мұстафамен болған жағдайды көріп қойғанын айтып, енді бүкіл көршілерге өсек тарайды деп жылайды. Рафика оны сабырға шақырып, жақында бәрібір некелесетіндерін айтады. Бірақ Гамзе анасының Мұстафа жұмыс таппайынша тойға қарсы екенін айтады. Рафика Мұстафаны Серхаттың жұмысына орналастыруды ойлайды. Кейін Рафика ұлына ашуланып, Гамзені масқара қылдың деп бетінен ұрады. Мұстафа өзін ақтап, ешқандай жаман нәрсе жасамағанын айтады. Бірақ Рафика оған дереу Гамзеге үйленіп, Серхат ұсынған жұмысқа тұруды талап етеді. Бирактың анасы құмар ойын ойнап отырған казинода полиция қызметкерлері рейд жасап, бәрін бөлімшеге алып кетеді. Сол жерде Севим де кездейсоқ ұсталып қалады. Ол бірден ұлына хабарласып, бұл түсінбеушілік екенін айтып көмектесуін сұрайды. Үйіне келген Севим Серхатқа құрбыларымен казинода кездесуге барғанын айтып ақталады. Бирак оны жұмыстан шығарған үшін тулай кек алмақ болады. Ол Ерканмен бірге Биракты аңдып, оның мас күйінде қоқысқа ішімдік бөтелкелерін тастағанын бейне жазбаға түсіріп алады. Осы уақытта Серхат пен Жан бірігіп, Нижатты тұзаққа түсіреді. Полиция дер кезінде келіп, заңсыз тауарларды тәркілейді. Жағдай қиындағанын естіген Нижат Жанның сатып кеткенін түсінеді. Ал Перин Жанның қауіпке түскенін сезіп алаңдай бастайды. Полиция қызметкерлер жүк көлігін тексеріп жатқанда, Нижаттың адамдарының бірі қашып кетеді. Серхат әлгі адамды байқап, соңынан қуып жетеді. Сол сәтте оқ атылады. Ал үйде отырған Зейнеп Серхатқа бір жамандық болғанын сезеді.